Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге мен Ерко. Қалайсыңдар достар? Достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода біздер дейтін, мен жалғыз болып тұрмын, но андай достарым көп. Достар, бүгінгі видеода біздер дейтін фастердің отрядына қарсы менің отрядым. Яғни біз қазір отряд көретін боламыз. Ұтқан адамға 1000 алмас салып беретін боламыз. Так что давайте каналға тіркеліңдер, видео қызық болады, тезірек 300 подписчикке жеткізіп тастайық достар. Хорош. Осы видео, келесі видеода қандай видео түсірейін, оны да жазып кетіңдер комментарияға. Алдыңғы видеода хорош 600 просмотр жинап тастаңдар, соған шабыт келіп, қазір видео түсірейін деп жатырмын. Айтпақшы, бұлардың бәрі гильдияның балдары. Если гильдияға өтем десіңдер, менің стримімді анықтап отырыңдар, аңдап отырыңдар. Сонда мен проверка өткізетін боламын. Ал онда біз видеоны бастай берейік. Ал достар, мінеки біздер каткаға дайындалып жатыр. Катканың балдарын таныстырып кетсем. Так, бізде мен осыны озвучкалап отырмын. Біздерде мен, Нұрыс және Ғалымжан дейтін балдар бар. Оларға рахмет, мен командамнан болып жатыр. Мен қазір записи не қосқанымда көрінбей қалатын еді. Сондықтан да мен осылай озвучкалауға тура келді. Так, каткаға кіріп жатырық бізде. Вот, бізде әуелі бірінші каткаде бізде дейтін Ғалымжан кірмей қалады. Мен қазір стенкаларды алып аламын. Юмпи бізде. Так, біздер енді резко курятникке рашт етуге кірдік, себебі менде бір тактика болған болатын. Сол тактиканы жасау үшін біз курятникке кіруге тырыстық. Бізде Ғалымжан әлі кірген жоқ. Бізде қасымда Нұрыс бар, есікті жауа салдық. Біз осы жерде күтеміз деп ойлағанбыз. Бірақ адамдарды рашт еткенін күтіп және қарап жүрдік. Айналада ешкім жоқ, но мында бір ат тұрғанын көрдім, бірақ маған ол көрінбеді. Бізде Ғалымжан кіріп келді, но АФК күйінде тұра бастады. Біздер дейтін мында айналып жүрдік та адамдарды қарадық, анау-мынау қылдық, ташт еттік, бәрін қарап жүрдік. Мында ешкім келетқан жоқ па екен деп мен сақырып көрдім, бірақ ешкім келген жоқ. Так, мында мен қазір жүремін айналып. Қазір мында Ғалымжанға рашт етіп жатырды, және Ғалымжанды тоңқайтып тастады. Біздерді дейтін мен ананы көрдім, анау фастер кезет деп атаның 54 бердің басына. Мен қаша алмай қалдым, және осы жерден мені Нұр құтқаруға келді. Нұрыс келіп құтқарды. Ар жағында адам болды, мен және тоңқайтып тастады. Осы кезде Нұр бізде, Нұрыс алынып қалды. Так, бұлардың қанжығасына бір ұпай қосылып берілді десек те болады. Достар, бізде сразу екінші каткаға кеттік. Мен 2 умпиг алып алдым және бір дигл алған болатын. Балдар қандай тактика екенін айтып жатты маған, мен айтқан болатын. Мен так, бәріміз астынан барайық, сонда артынан барып қырамыз деген бізде тактика болған болатын. Ғалымжан үстімен кетеді дедік. Біз Нұрыс екеуміз астынан шауып бара жаттық, но біздің алдымыздан ешкім шыққан жоқ. Бәрі артта екенін бізге Ғалымжан айтқан болатын. Ғалымжан айтты бізге бәрі артта деді. Біздер дейтін көтерілуге тырыстық. Менің алдымнан сол кезде кім? Нұр шықты. Нұрға рашт етіп бардым, но Нұрға сәкірдім. Нұр қашып баратыр екен. Нұрды ата салдым, бірақ басына хет кеткен жоқ. Артынан келдім, стенкасын бұздық, но ата алмадық. Анда фастер кезет тұр екен. Фастер кезетке рашт жасадым. Фастер кезет тоңқайды. Жоқ, фастер кезетіміз драгон екен. Мен дейтін анаған почти лол хп анада. Мен дейтін фастер кезетті тоңқайттым. Оны кімді? Нұрысты көтеріп алдым. Бізде Ғалымжан нок уже. Хедшотын жапсырып жібердім да топ-1-ді алып кеттік біздер. Топ-1 өзімізге қанжығамызға бір ұпайды қосып алған болатынмын. Так, бізде келесі катка басталуда. Біздер өзіміздің броняларымызды алып, анау-мынау алып, өзіміз шаршар болып дайындалып алған болатынбыз. Так, енді біздер дейтін зонаның ашылуын күтіп жүрдік. Тактика қандай деп ойламастан біздер ана жерге жасырынып бәрін чекайт етуге тырыстық. Так, зона сондай тактика болады деп ойладық, но тактика біздерде ол тактикаға жатпайды негізі. Біз чисто чекайт етуге бара жатырдық, но неге отырамыз деп шештік. Мен осы жерге отыра қалдым. Бізде Ғалымжан менің қасыма келді. Ғалымжан ар жақты қарауға кет дедім. Ол кетті. Сол жерде отырды. Бізде
Нұрыс ар жерде отыр. И бізге ешкім әлі рашт етіп келген жоқ. Мында біреу бізге граната лақтырды. И гранатасы дымовый болып шықты. И біз дальше чекать етуді жалғастыра бердік. Мен кішкене көрдім, мына жерде адамдар жоқ па екен деп дальше қарадық, адамдар жоқ екен. Бізге знак берді, бәрі Нұрыс мен жақта деді. И мен артынан баруға тырыстым, себебі артынан қазір шабуыл жасауға тырысама дедім, бірақ но артынан ешкім шабуыл жасаған жоқ. Так, бізде аналы қарсылас командадан көзге көрмейтін дым лақтырды. И мен артынан чекать етуге жүгіріп бара жаттым, но арттан ешкім келе жатқан жоқ еді, маған атты. Но мен аптека бронямды түзеп алдым, бірақ мында біреу атып өтіп кетті. Мен арттан баруға тырыстым. Арттан жүгіріп бара жатыр едім, сол кезде алдымнан біреу шыға ма деп қорқып кеттім, бірақ ар жақтан айналуға болмады, себебі менің командамда адамдар тоңқаюда. Мен мында аттым, хедшотын жапсырып жібердім да. И бізде екінші ұпайды қанжығамызға иелеп кеттік. И үшінші катка басталуда. Бізде үшінші катка, мен өзімнің броняларымды, тағы басқа заттарымды алдым. И менде тағы да 2 умпикпен бір дигл бар. Біздер дейтін тактика жоқ болды, кейін аламаған. Тактика келді, осындай үйдің ішіне, алдымызда осындай үйдің ішіне отырып алатын болып шештік. Біз сол қапталдан барып, ішке кіріп, соларды бақылайтын болатын болдық. И ана үйдің ішіне отырып алуға тырыстық. Біздер бәріміз осы үйді зона қылып алып алатын болдық та, үй осының ішінде отыруға тырыстық. Осының ішінде отырдық, чекать еттік, анау-мынау қылдық. Бәрінен сұрадым, қайықта деп, бірақ әлі ешкім келді деген жоқ. И бізде мына сол жақтан бізде Faster кезеттің басы көрінді. И мен оған аттым. Не деген хедшот нейді жапсыратын жерім еді, но бере алмай қалдым. И бізде мына жақтан біреу келе жатыр. Бізде Ғалымжан басқа жаққа атып жіберген болатын. И өзінің көзі ағарып кетті. И бізде мына жақта бір келе жатыр екен. Мен сразу далаға шығып оны қарсы алуға келдім, бірақ ол әлі келмеген екен. И мен арт жақтан баруға тырыстым. Арттан қарадым, чекать етіп алдым и жүгіре бастадым. И менің алдымнан сол кезде Faster кезет шыға қалды. Мен оны қайда екен білмей қалдым да, и арты қаша салдым. Арттан оларды мансабет етіп қашан ба деген ойым болған тұғын, но мені қазір тоңқайтатын болады. Екеуі бізде мұнда Нұр мен Faster кезет екеуі мені тоңқайтып тастады. И бізде Ғалымжан чекать етіп тұр. Ғалымжан атты, но хорош хетін беріп тастады басына. Жата қалды, Faster кезетті өлтірді. Бізде Нұрыс бір өзі қалды. Жоқ, Нұр бір өзі қалды. Біздерде командадан Ғалымжан мен Нұрыс екеуі Нұрды алып тастауға келе жатыр. И Ғалымжан бізде дейтін шет жақтан айналып баруға тырысты. И хедшотын берді десем, жоқ, жемайт етіп, ар жағынан келіп атып тастады. Хорош, бізде уже үшінші ұпай қанжығамызға иелеген болатынбыз. И мұнда бізде тағы өзіміздің қаруларымызды алуға келдік, но менде бұл кезде АФК болып қалған болатын. Сәлден соң мен келетін боламын осы жерге. И мен қазір сәлден соң келемін. Тез босай. Босай. Уже адамдар атысып кетті ғой. Мен бұл жерде АФК болып қалдым, кешірім сұраймын бәрінен. Так, кел, Ерко, келсей, босай. Бізде мұнда Нұрыш қасымда жүр, типа мынау АФК деп жүргендей болып қалды. Вот, все, бізде дейтін мен келмедім әлі. И мінекей, мен келдім. И бәріне жүгіріп бардым, мен өзіме автомат мылтық және стенка сұрауды тырыстым. И қазір мен алдым. И қазір енді стенка бар менде. Все, енді мен арт жақтан рашт етуге тырыстым, себебі бәрі Ғалымжан жақ ол сол жақтан, мен оң жақтан бара жаттым. И менің алдымнан Нұр көрінді. И Нұрға атака жасауды тырыстым. Нұр анна база жағынан өзіне қарата қаш бара жатты зытуда. И мен оған юмпимен аттым, бірақ оттяжка ұшпағандықтан. И мында мен Faster кезеттің басына 45 бере салдым. Но ол мені көтіп алды MP5-пен. Хорош, менің басыма беріп, ұшырып жіберді. И Ғалымжан, бізде Нұрыс мені тоңқайтты.
жоқ, Фастер KZ мені зажимать етіп тастады. Но Ғалымжан да кетті бізде дейтін. И бізде қазір Нұр мен Фастер KZ қалды, ал біздің командада Нұрыс қалды. Короче, достар, осылай бізде Нұрыс өлген болатын. Ал енді келесі каткеге екінші ұпай оларға қажығасына топтап алды. Достар, мінекей мен өзімнің нешінші катканы походу картка айтып білмеймін. Өзімнің юмпигіммен диглымды және MP5 алдым, себебі аналарда MP5 алып кеткен екен. И мен де MP5 алып ларға рашт етуге тырысуға баратырмын. Короче, мінекей біздерде дейтін зонаның ашылуын күтіп жүрік, және де біздер дейтін. Мен осы жерден атқым келді, себебі адам шыға ма екен деп ойладым, но адам әлі шыққан жоқ. Олар бір жерге жиналып алған секілді. Короче, мұнда адамдар шақырып жатыр. И аттық, и бәрі пайдасы жоқ болды. Мен астын көрейін деп бір астына қараған едім, бірақ адамдар жоқ екен. Жәл шетті қарадым, шетте де адам жоқ. Сондықтан да қайтадан орнымызға келіп тұру алдық та, и біздерден дейтін. Ғалымжан астыға түсіп кетті, и мен бір адамды көрдім, ол Фастер KZ деп ойладым. Себебі оның киімі осындай еді. Сете деген келген. Иә, неке Фастер KZ-тің басына қададым. Жоқ, Драгонның басына қадаған екенмін. Но бірақ ол өлмей қалды. Так, бізде Нұрды өлтіріп кетті. Нұрысты өлтіріп кеткен екен. Так, бізде Ғалымжан өзі қалған болатын. Қазір оған енді ситуациядан шығып қашу ойнау керек. Так, чертик хорош, 96 берді. Шетіңнен, брат, шетіңнен кетті, шетіңнен. Абайлаш, айттым ғой, Фастер кеп шетінен пере салды ғой. Хорош, чиги хорош. Енді оларда 3-3 бізде шешуші сәт десек те болады. Біздер бәріміз тактично ойнауға тырыстық команданың адамдарымен. Біз оң жақпен кетеміз деп шештік. Мына заборлардың шетімен сол жақтан барып, ана жерде тұрған қызыл үйдің екінші этажына көтеріліп алып, оларды крисовать етеміз деген ой болған болатын. И біз сол жоспарды іске асырамыз деп бардық, и отырып жүріп бара жатырмыз. Неке бәріміз отырып жүріп бара жатырық, себебі шақтарымызды естімеу керек. Бәріміз әуелі бір жерде отырамыз деп шештік, себебі оларды чекать еттік, себебі бізге жақсылап ақылмен ойнау керек болды. И біздер қарады, Ғалымжанның сол жағында адам болды, но оны ешкім көрген жоқ. И біз жайлап чекать етіп тұрдық қарап, и бізге қызыл үйдің ішіне кіруге қалай да болсын кіру керек болды. Сосын біз жайлап жақсылап чекать еттік, и олар бізге дымовой граната жіберді қызыл үйдің ішіне, сол жерде бар деп ойлаған секілді. И мен жайлап қозғала бастадым, отырып оларға да айттым, қозғалмай отырып жайлап келіңдер дедім. И олар менің артымнан жайлап келе жатты, и зона да қысты. И біз отырдық та шетпен жайлап мініп бара жаттық. И жайлап ауызды қарап алдым, себебі төбеде адам болмасын деп, и астында адамдарды көрдім. Ол жерде Фастер мен Драгон жүр екен. Яғни бізге граната лақтырды біреу, и мен сол гранатаға түстім, и төменге атысуға кеттік. Бәріміз қырылып жүрдік, но Фастер KZ-ке лоқпы болды, и менің қасымда Ғалымжан келді. Ғалымжан жауып алмақшы болды, и жауып алды. Мен зонадан өлдім. Все, енді тек қана кім? Ойбай, Нұрыстан не деген хэт десек те болады. Нұрыс бұл жерде жақсы ойын көрсетті, және біз победаға жеттік. Ешкімге мың алмас кетпейді, мың алмас өзіміздің қанжығамызда. Ал достар, осындай видео болды. Сендерге ұнады деген үміттемін. Пока-пока, чао. Сендермен болған мен Ерко.